Сәлем достар, Асалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгін біз Черный принц атты тортымызды дайындаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің тортымыз негізі жаңағы сүтті тағамдардан жасалады. Жаңағы коржымызға қажетті заттар: 1 жұмыртқа, 200 грамм айран және 200 грамм қантымыз, 200 грамм ұн және 1 шай қасық содамыз, нан содасы, 1 ас қасық какао қосамыз. Ал креміне 200 грамм қаймақ, мұнда 400 грамм, яғни 200 грамм бұл өлшеп аласыздар. 100 грамм қантымыз, 200 грамм бөлме температурасындағы, яғни жұмсақ сары май және бетін сәндеуге қара шоколад керек болады. Біз 1 жұмыртқамызды жарып алдық және оған 200 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз, әбден ерігенше қантымыз. Мінекей осылай жартылай ертіп аласыздар. Енді біз 1 ас қасық какаомызды қосамыз. Және осыған 200 мл жаңағы айранымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей біз қантымызды, жаңағы айранымыз, жұмыртқа, какао барлығын жақсылап араластырдық. Қантымыз еріді. Енді бұған жаңағы 200 грамм ұнымызды және 1 шай қасық ас содамызды қосып, жақсылап араластырып, дайын болды. Енді формамызға құю ғана қалды. Мінекей формамызды алдық. Сіздер жаңағы бөлме температурасындағы сары маймен май жақсаңыздар болады. Мен пергамент қағазын салдым, сондықтан май жақпаймын. Енді жаңағы массамызды құямыз. Пешті алдын ала қыздырып қоясыздар. Енді пешке жібереміз. Мінекей достар, осындайлық көтеріледі. Пісіріп алдық. 20 минут пісті менікі. Енді біз осы коржымыз суығанша жаңағы кремін дайындаймыз. Әбден суытып алуымыз керек. Кремін дайындаймыз. Креміне 200 грамм бөлме температурасындағы сары майымыз, оған 100 грамм қантымызды салып, жақсылап қасықпен қант пен сары майды араластырып аласыздар. Одан кейін барып 250 мл жаңа қаймағымызды, миллиграмм қаймақты қосып араластырамыз сары майға. Креміміз дайын болды. Жаңа қаймақ пен сары май қантымызды араластырып алдық. Енді коржымызды жақсылап суытып аласыздар және осы коржды екіге бөліп аламыз. Яғни 2 қабат қылып. Мінекей достар, біз тортымызды дайындап болдық. Яғни сүтпен, жаңағы сүтті қоспа айранмен қаймақтан жасалған торт, шоколадты, өте дәмді,
жұмсақ әрі көп зат кетпейді құрамына. Сондықтан пісіріп көрсеңіздер болады. Өте тез әрі оңай дайындалатын тортымыз. Біз бүгінгі черный принц атты тортымызды дайындап болдық. Егер рецепт ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пісіріп көріңіздер, өте жеңіл рецепт. Сау болыңыздар.